Сәлеметсіздер оқушылар, қазақ тілі сабағын бастаймыз. Екінші сынып, 51-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы лепті сөйлем. Сабақтың мақсаты мәтіннің тақырыбы мен ондағы негіз бойды анықтаймын. Лепті сөйлемдер құрап жаза аламын. Бірінші жаттығу: өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Тыныс белгісіне назар аудар. Менің елім алып ел, бар ғой онда бәрі дер. Өзен де бар, көл де бар, теңіз де бар, шөл де бар. Дөңес те бар, тау да бар, бақша да бар, бау да бар. Орман да бар, қырат та бар. Алуан құс пен аңы бар. Алып елді танып ал. Бауыржан Жақып. Өлең табиғат туралы. Өлеңге ат қой. Өлең аты табиғат. Екінші жаттығу: табиғатқа не жатады суретті толықтырып айтып көр. Табиғатқа күн, ай, шөп, орман, ағаш, көл, құс, ауа жатады. Тапқан сөздермен төмендегі үлгі бойынша сөйлемдер құрап жаз. Қандай әдемі көл, неткен биік ағаш, қандай таза ауа, сондай ыстық күн. Құраған сөздеріңді таңданысты білдіретіндей дауыс ырғағымен оқы. Не байқадың? Адамның көңіл күйін, сезімін білдіретін сөйлемді лепті сөйлем деп атайды. Олар көтеріңкі дауыспен айтылады. Лепті сөйлемнің соң леп белгісі қойылады. Үшінші жаттығу: тиісті дауыс ырғағымен оқыңдар. Атау, деді кітап оқып отырған Іңкәр. Ау ботам, жақсылық деген не? Жамандықтан аулақ болу, деді атасы. Ал жамандық дегеніміз не, ата? Деді Іңкәр. Жақсылықты ұмыту, деді атасы. Іңкәр ойланып қалды. Әлібек бай бол. Лепті сөйлемдерді тап. Атау, жамандықтан аулақ болу. Төртінші жаттығу: сөйлемдердің соңына тиісті тыныс белгілерін қойып жаз. Өзеннің жағасы қандай керемет, айбар шалғымен шөп шапты. Саябақтың іші сондай тып-тыныш. Сен нешінші сыныпта оқисың? Бесінші жаттығу: өзің екіншілеп сөйлем құрап жаз. Бақшадағы гүлдер сондай әдемі, қоршаған ортаны ластама. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.